Банан экзотикалық жеміс. Оны ұнатпайтын жан жоқ болар. Дәмі уыздай әрі асқазанға тоқ тағам. Пайдалы витаминдер мен микроэлементтерге бай. Бананды десерт қылып беретіндер көп. Одан торт, тәтті тағам жасайды, нан пісіреді. Бананның пайдасы мол. Жемістің құрамында кальций, фосфор, темір және витаминдер өте көп. Әсіресе оның ішінде В тобындағы витаминдерге бай. Тәбет пен ұйқы қашқан кезде, дене сіңген кезде бананның пайдасы көп. Қан қысымы жоғары, баспа мен жүрек қан тамырлары ауруымен ауырған адамдарға банан жеу қажет. Есте сақтау қабілеті нашарлаған, ұмытшақтық, денеден дендеген кезде бананның пайдасы мол болады. Олай болса, банан кімге зиян? Бананның пайдасы көп бола тұра, оның кейбір адамдарға зияны да бар екен. Жалпы банан зиянды жеміс емес, тек кейбір ауруы бар адамдарға немесе науқастарға жеуге болмайды. Банан көп жейтіндер, мысалы күніне 5-ден артық жейтін болса, басы ауырып, ұйқы басуы мүмкін. Сондықтан нормамен жеген жөн. Бүйрегі ауыратын адамдарға банан көп жеуге болмайды. Өйткені банан ағзадағы суды сыртқа шығарып жіберетін жеміс, ал бүйрекке ағзада судың жеткілікті болғаны қажет. Көк тамыры қабынған адамдарға банан аз жеу керек. Жоғарыда айтқанымыздай, бананның ағзадағы суды сыртқа айдайтын қасиеті бар. Ал ағзада су азайып қалса, қан тамыры сусап қоюланып кетеді. Содан қан айналымы нашарлауы мүмкін. Ағзада асқазаны ауыратын адамдарға да болмайды. Өйткені банан асқазанда ұзақ қорытылатын жеміс. Ас қорытуы бұзылған жағдайда бананды қорыту қиын болып қалады. Одан бөлек банан қыжылды көтеріп жіберуі мүмкін. Диабетке шалдыққандардың да банан жемегені жөн, себебі қандағы глюкозаны көтеріп жібереді. Салмағы көп адамдарға да бананды аздап жеген дұрыс. Бананның калориясы көп, онсыз да толық адамның одан әрі толуына себепші болып кетуі мүмкін. Көпшілік бананды жемістер қатарына жатқызады, алайда ол жидек. Ең алдымен банан ағашының биіктігі орташа есеппен 10 метр, ал диаметрі 50 сантиметрге жетеді. Оның бір сабағында 300 бананға дейін болады. Бұл шамамен 500 келіге дейін тартады деген сөз. Сары бананмен қатар қызыл түстісі де кең тараған, алайда мұндай түрі жұмсақ болғандықтан тасымалдауға жарамайды. Сейшел аралдарының бірі Моада сары, қызыл және қара банандар өседі. Бұл жергілікті тұрғындар үшін теңіз өнімдерімен бірге берілетін таптырмайтын гарнир болып табылады. Көңіл күйді реттейтін В6 дәрумені басқа жемістерге қарағанда бананда өте көп. Қызығы, банан диетасы да бар екен, алайда оның нәрлілігі картопқа қарағанда 1,5 есеге көп. Егер бананды кептірсе, калориясы 5 есеге дейін өсетінін сіз білетін бедіңіз. Сондай-ақ оның құрамында кальций болады. Ол адамның қалыпты қысымда жүру үшін өте қажет. Сонымен қатар калий жүрек бұлшық етін қатайтады. Банан құрамындағы сахароза, фруктоза және глюкоза арқасында ол асқазанда тез әрі жеңіл қорытылып, бойға күш қуат сыйлайды. Ертеде банан жемісін ертегі әлемнің жемісі деп атаған. Себебі дәм татсаң қарның тояды, әрі денсаулыққа пайдалы. Сондай-ақ шайқас ұрыстарда жараланған сарбаздар банан қабығын басып, жара тыртықтарын емдеген. Ескіде Италияда әнші артистер тамақтары ауырмас үшін банан қабығын қайнатып ішкен екен. Үндістанда банан қасиетті тағамдардың бірі болып есептеліп, құтты қонақтардың алдына әкелініп отырған. Осыншама қасиеті бар бананды күнделікті өмірде сіз де қолданатын боларсыз. Табиғи үш қанттан бөлек банан құрамында алма қышқылы, ферменттер, минералды заттар, фосфор, магний, калий, А, В, С, Р дәрумендері бар. Банан диеталық тағам болып есептеледі. Жүйке жүйесі, анемия, жүрек қан тамырлары, бауыр, бүйрек, өт ауруларын алдын алып, артық салмақтан арылуға жол береді. Банан ағзадағы қан мөлшерінің бір қалыпты болуымен қан қысымының өзгеруіне ықпал етеді. Сүйек, тырнақ, шаш өсіміне оң әсерін тигізетінін де ескеріңіз. Аяқ-қолдың мезгілсіз тартылуын, шаш түсімін, теріге ерте әжім түспеуін қадағалайтын да осы банан өнімі. Ағзадағы зиянды қалдықтарды сыртқа шығарады, өт бауыр асқазан жолдарын тазартатынын да ұмытпаңыз. Егер де күйзеліс болып, көңілсіздік, стресс кезінде бананды жесеңіз, ол сіздің көңіл күйіңізді көтеріп, көмекке келетін бірден бір азық.
Бананды көп мөлшерде аяғы ауыр және жас сәби бар келіншектер, қарт кісілер, кішкентай бөбектер пайдаланғаны жөн. Сондай-ақ кез келген жанның күнделікті ас мәзірінде 1-2 тал банан болғаны абзал. Банан операциядан кейін, ауыр физикалық жаттығулардан кейін өте пайдалы. Ол ағзаның мол үлесін қосады. Сонымен қатар бананды шаршаған не ашуланған кезде емтихан сынақ алдында пайдаланып жеп алғаныңыз абзал. Банан таңдаған кезде оның сыртқы қабығы мен сабағына мән беріңіз. Сыртқы қабықта қара дақтар әрі өзі қатты болмауы керек. Оның түсі бір қалыпты, үсті жылтырауы қажет. Бананның қабығы да кәдеге жарайды. Төменде берілген мысалдар бұл сөзімізге дәлел бола алады. Күмісті тазалайды. Бананның қабығы өңі кетіп қалған күміс заттарды қалпына келтіреді. Ол үшін қабықты блендерге тіс пастасына ұқсағанға дейін қосып еземіз. Одан кейін жұмсақ матамен осы бананның ерітіндісімен сүртіп алсаңыз болады екен. Денсаулық адамға берілген ең қымбат сый. Сондықтан да аурулардың алдын алу үшін дәрігер мамандарының көмегіне жүгінгеніңіз дұрыс болады. Өздігінен емдеу жолдарын қолданбағаныңыз жөн. Осы видеода бананның түрлі қасиеттерін және адам денсаулығына пайдасы туралы сіздермен бөліскен болатынбыз. Егер де ұнап жатса, лайк басып, біздің каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған денсаулық зор байлық арнасы.